кеше біреу сұрап жатыр да, сен мұсылмансың ғой дейді да маған. Иә, альхамдулилля мұсылманмын. Сонда анау христиандар, яхудилер, буддистер жәннатқа кірмей ма дейді. Кірмейді олар. Сонда Құранда айтып тұр, олар кірмейді. Олар да жақсылық жасап жатыр, олар да жаңағы қайырымды қор жасап жатыр. Жасай берсін. Жасай берсін. Бүкіл әлемнің жасаған қайырымдылығы, сенің жұма намазға шыққан бір шағыңа жетпейді. Міне сенің мұсылманның преимуществосы. Міне мұсылманның ұтатын жері бұл екі дүниеде де ұтады мұсылман. Анау басқа дін өкілдеріне осы өмірде береді бәрін, үйіп төгіп байлықты. Бізге екі дүниеде де береді. Қаласаң осы дүниеде, қаласаң ар дүниеде де береді. Біздің преимуществомыз сол. Біздің ұтатын жеріміз сол. Мысалы, намаз оқымайтын мұсылманша дейді. Намаз оқымайтын мұсылман, ол ла иляха илlallah Мұхаммад Расулалла деп кәлима шахадан айтты ма, ол мұсылман болды, оған біз күмән келтірмейміз. Бірақ ол намаз оқымайтын мұсылман ба, ол намаз оқымаған үшін өзі жауап береді ертең Алланың алдында. Бірақ оның да біреудің ауырып қалған бір мұсылман немесе туыс бауыр досына шыққан қадамы бүкіл әлемнің жасаған жақсылығынан артық Алланың алдында деймін да. Неге? Өйткені ол мұсылман. Міне мұсылманның преимуществосы осында. Бүкіл әлемнің жасаған жақсылығы, миллион, миллиардтап аударған қайырымдылығы, Алланың алдында бақыр тиындық, бір тезек дейді ма, ең тезек, жиіркенішті жаңағы адам малдың деп болсын. Сондай тезек құрылым жоқ. Ешқандай жоқ. Мұсылманның бір қадамы үйінен шығып, бүгін бір бала шағама бір нәпақа алып келейші, қауын қарбыз алып келейші деп шықтың ба, сенің барғанша келгенше қадамыңда кешірім жатыр. Алланың сауабы жатыр. Міне мұсылман болуының рахаты. Қараңызда қандай керемет. Бұл мұсылман болып туылғанымызға қуануымыз керек қой біз. Аллаға шүкір, сансыз шүкір. Дұрыс, сен намаз бүгін оқымасаң ертең оқисың бәрібір. Ананы жекіме сен барып. Сен мұсылман емессің ба? Не намаз оқымайсың? Ол радикалдық көзқарас. Бізде бұл жоқ бауырларымыз. Намаз оқымайтындарды адам санайды. Намаз оқымайтын емес, намаз оқитындарды адам санамайды. Bir қатарда тұрамыз мешітте. Сені адам санамайды. Фарызды оқиды, қашады. Фарызды оқып болғаннан кейін, намаз оқып болғаннан кейін, имам «Әғуду биллахи минеш шайтани ражим» дейді. Алланың қаһарына ұшыраған, тозаққа тасталған, жәннаттан қуылған шайтаннан өзіңе сыйынамын деген сөз ғой бұл қарасаң. Сол кезде қарасаңшы, жәннаттың бір бұрышы біздің мешіттер емес па? Мешіттен қашып барады ғой. Мұнан қарасаңшы, не деген анау жүрек сол сөзді естіп қашып барады ғой. Ана Құранға қатыспау, Алланың кәләмінен қашу, не деген сорақылық. Айтып сен намаз оқып жүрсің,